Қызықты мамандықтар жайында көп білгің келе ме? Бірақ сұрауға ыңғайсызданасың ба? Онда сұрақтарды сен үшін біз қоямыз. Жақсылап жайғас. Мен аты-жөнім Ерлан Дәкенов, Ерғазыұлы. Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының депутатымын. Салдырдым. Ең алғашқылардың бірі болып салдырдым. Өйткені бірінші медицина саласындағы біздің ақ халатты абзал жандардан бастады ғой. Содан кейін кішкене әлеуметтік желілерде осы елдің халық қалаулыларын неге салмайды, өйтеді деген әңгімелер кішкене бастаған кезде мен де өзімде шынында да неге біз өзімізден бастамаймыз деген ой туындады да вакциналы ең алғашқылардың бірі болып өзіме салдырдым. Депутаттың міндеті ол әрине мынау айтады ғой, халық пен биліктің арасындағы кепілі деп жатады. Ол әрине шынында да бүгінгі таңдағы біздің елдің жаңағы көптеген туындаған мәселелер болады ғой. Яғни бұл қоғамда, бұл жаңағы әкімшілік тарапында мысалы көптеген өзіміздің тұрғын үй болсын, аудан аумақтары болсын, сонда көптеген мәселелер туындайды. Оны әрине тиімді шешу үшін біз жаңағыдай көп нәрсені халықты тыңдап, оны жаңағы үлкен тиісті орындарға жеткіземіз. Енді кейбір жерлерде кәдімгі депутаттық сауалнама жіберіп, сондай нәрселер шешуге тырысып жатамыз. Біз енді биыл біздің бастағанымыз көп болған жоқ. 7-ші шақырылым депутат болғандықтан. Қазіргі жағдайда ұйықтайды деген сөзге мен өз басым қарсымын. Өйткені көптеген қазір еститін үкімет, халық басқаша, сондықтан жан-жақта өзің де сақ отырасың. Өйткені білесіз, әлеуметтік желілерде әртүрлі жағдайлар болып жатады. Кейде байқасаң, кейбір фотоға түсіргеннің кезінде де, суретке түсірген кездерде кейде көзін жұмылып қалып жатады ғой. Соны кейбіреулері әдейі жазуы мүмкін. Ол ұйықтап отыр деген секілді. Мен өз басым ондай жиналыста өзің жинақы отырған дұрыс. Өйткені жан-жақта қаншама әріптестер бар, қаншама телеарналар түсіріп жатады, сондықтан да ол сөзге өзім келіспеймін. Жалпы әлі ондай қатты пайдаланып кетіп жатқан жайымыз жоқ. Тек қана бізде қазір осы көп өзіміздің тиісті аумақтарымызда, қаладағы көптеген мәселелер бойынша тек қана қолданып жатырмыз. Енді ол депутаттар қалашығы деп аталған менде, ол жерде арнайы депутаттарға салынған дүние емес қой. Ол өзінің жаңағы қызметтік үйлер бөлінеді. Өйткені аумақтан, жан-жақтан келген, мен енді мәжіліс депутаты емес, мен тек қалалық мәслихаттың депутатымын. Сондықтан да біздікі көбінесе ол жерде біз айлыққа қызмет жасамаймыз. Біздікі қоғамдық жұмыс деп саналады. Сондықтан да ондай арнайы оларға бөлек үй салынып жатқан. Енді жалпы былай айтылатын шығар, дипломатический городок деп жатады, депутаттық үйлер деген сияқты бір жалпы бір атаулар шығар. Нағыз оларға арнайы бұндай үйлер салынып жатқан жоқ. Ол қызметтік үйлер бар. Енді ол жерде өзін жақсы ұстаған жағдайда емес. Өйткені сен өзіңді көрсетіп, ол жердегі еңбегің, ол жерде қайтадан тиісті өзің жаңағы 4 жыл мысалы депутаттық, ол жердегі бүкіл өзіңнің осы жылға дейінгі қызметіңді дұрыс атқарған жағдайда, одан кейін тағы да сайлаулар болады ғой. Сол сайлауда тек қана өзіңді ұсынасың. Ол жерде де егер өтіп жатсаң, мүмкін мәжіліске қарай жол ашылады. Ал ол бәрі халықтың сайлауы, халықтың жаңағы қалауы менен еңбегің жаңағы бағаланса, көп жерде жаңағы өзіңді көрсете білсең, жұмыстарың нақты жаңағы шешімін тауып жатса,
орындап жатсаң, әрине мен ойлаймын, оны халық өзі көріп отырғаннан кейін. Қазір бізде ашық қой барлығы. Біз әлеуметтік желілерде жиі жұмысымызды көрсетіп жатамыз, телефондарымыз ашық, халықпен өзіміз, мысалы мен қызметімден бөлек Астана қаласы мемлекеттік академиялық филармониясының бас директорымын. Осы демалыс күндері мен арнайы өзімнің жаңағы бөлінген аумағыма барып, халықпен жүздесіп, көрісіп, олардың жаңағы көптеген, ол жерде де белсенділер бар, олар маған көп көмектеседі, өйткені жеткізіп жатады, мына жерде осындай мәселелер туындап жатыр, осы жерде мынандай мәселелер туындап жатыр. Соның жаңағы сол жердің әкімменен жаңағы кейде барып айналып аумақта тексеріп жатқан міндеттер бар, сол жерде жеткізесің. Мына жерде шешілу керек, өйткені мына жер болмайды, су алып жатыр, мына жерде халық қыдыру керек, мына жерге бір скверлер салу керек деген секілді көптеген сұрақтар туындайды. Сондай жерлерді жаңа қарайсың, көресің деген секілді. Елордаға газ келді. Қазір мысалы Көктал, мына Қырқыншы дейміз станциясында көптеген аумақтарда газдың бәрі үйлердің жанына әкелініп тұр. Тек қана бұл жерде үйлеріне кіргізіп алу мәселесі. Енді көбінесе жағдайлар туындайды, өйткені қазір үйдің жанына тұрғаннан кейін оның жаңағы ешкімге алданып қалмай әртүрлі компаниялар болады ғой. Нақты сол газбен айналысатын компаниямен келісіп, жаңағы бағасымен енді біреулер көтере алмай жатады, біреу көтеріп жатады. Өйткені бүгінгі алғашқы леп сондай болады ғой, қаншалықты дегенмен де, бірақ көбінесе енді оны газдың көптеген пайдасын білесіздер. Көп жұмыстар жеңілдейді, көмірдік шаң-шаң болмайсың деген секілді. Енді бүгінгі таңда біз көптеген жаңағы сұрақтар болды, біз аралап, аумақтың барын қарадық. Міне біздің жаңағы мен өзім агрогородок қалашығында көбілердің үйлерінің жанына алып келіп тұр. Тек қана үйге кіргізіп алу мәселесі ғана. Сондықтан да енді ол жаңа ғана басталып жатқан леп, әлі бірте-бірте барлығы да толық қамтылады деген ойдамыз. ТЭЦ, мына үшінші қазіргі таңда дайындалып жатыр. Олдарда Құдай қаласа сол газға өтеді. Енді шыны керек, ол айтыла береді ғой, бірақ қаншалықты дегенмен де біз кейде бір сондай қызбалықпен жүрегімге алып қалып жатамыз, тиісіп те жатады. Енді ол әрине саяси жаңағы үлкен ақпарат. Кейде мен өзімді айтамын, осыларды жаңағы сөйледі деп, кейде біз өзіміз соған реклама жазып, пиар жасап жатамыз. Сол жағынан мен өзі қарсымын, өйткені кеше Жириновский бүй деп айтты деп, бәрі сайтқа салып тастап, оны халықты одан сайын қызбаландырып, оны жаңағы ызаландырып қажет емес. Енді ол әркім айтады ғой, қызғанышпен айтатын шығар, мүмкін. Сондықтан да бұл жерде өзім біздің тәуелсіздігіміз бар, елбасымыздың жаңа Сабдар саясаты арқылы осында қаншама жетістікке жеттік. Осы Астана Ақмола кезінде біз келіп алғанбыз. Қандай қазір жағдайда қаламыз көркейіп жатыр, өсіп жатыр. Мен ойлаймын, бүгінгі таңда мемлекет басшысы да өте үлкен дипломат кісі. Сондықтан да бұндай жағдайда барлығы да келісіммен өзіміздің тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, бастысы. Енді анау айтты, мынау айтты деп көрінгеннің несін ести беріп өзімізге қажет емес секілді ойлаймын. Ол айтады, қояды. Енді оның мәселелері көптеген туындайды ғой, қазір көтеріліп жатыр. Нақты енді бір шешімін табады деген ойдамыз, өйткені көп сұрақтар қазір осы жөнінде төңірегінде жүргізіліп жатыр ғой, бірақ біздің қала әкімдігі болсын, болашақта негізі бір шешімін табады деген ойдамыз. Болып қалуы мүмкін. Боксерда болып жатыр, Серік Сәпиев мысалы депутат болды, актерлар да болды мысалы. Жан-жақты болу керек. Бұл жерде мысалы біз мәдениет саласынан. Сол мәдени салада 20 жылдан астам уақыт жүргендіктен бізде сол жердегі туындаған мәселелер бар, шешілмей жатқан көп. Сол жағдайда біз мен де өзімді солай ұсынып, осы мәдениет жағынан кірдім. Менің әріптестерім бар,
медицина саласы бар, ол жерде жаңағы білім саласынан да бар, спорт саласынан да бар, темір жол саласы, аэропорт барлығы қамтылған бұл жерде. Жан жақты деуге болады, бүкіл барлық сала. Ол жерде құрылысшыларымыз да бар. Ол жерде енді шын керек, саяси жағынан да көп. Сондықтан да ол жерде енді боксер депутат болмасын деген сөз жоқ. Халықтың қалауымен жаңағы сайлаудан ұтып алса, халықтың сол ортаның жаңағы өзінің жұмысын атқарады, халықтың жаңағы қойған мәселелерін, туындаған шешімдерін табады. Атақты халық білгеннен кейін халық оны қолдауы да мүмкін. Сондықтан да ол жерде ешқандай нақты тек қана саясаткер депутат болсын деген қағида жоқ. Жан жақты. Әркімнің өз маманы бар. Біреуі жаңағы құрылысшы деп жатырмыз ғой. Біреуі актер, біреуі музыкант, біреуі күйші деген секілді. Инемен құдық қазғанда дейді, сондықтан да оқу аздық етпейді. Қашанда ол тереңдетіп оқи беруге болады. Сондықтан да тек қана арнайы депутаттың оқуы деген болмайды. Жаңа айтып отырмын ғой, ол халықтың арасынан шыққан елдің елеулісі, халықтың қалаулысы, қалады, сайлады, жаңағы өз саланың үздігі болу керек, иә, соны айтып отырып жеткізе алмай айтқаным. Мен жаңағыны айтып кеттім, бізде бұл қоғамдық жұмыс. Сондықтан да шынында да өзіміздің мамандық бойынша алып жатқан айлығымыз. Ал қосымша депутаттық үшін біз ақылы алмаймыз. Біз тек қана сол қоғамдық жұмыстармен айналысамыз. Бұл жерде жаңа айтып отырық қой, өзіңе байланысты. Өзіңнің жаңағы белсенділігің, еңбекқорлығың, сол жаңағы орында берген уәдеңді орындау, сол тарапынан халық өзі сізді алақанда ұстайды. Өйткені сіз тапсырмасын орындап жатсаңыз, жұмысыңызды көрсетіп жатсаңыз, неге ол әрі қарай барлығы да көзге түскеннен кейін, мен ойлаймын, әрі қарай жұмыстың жылыстауы болады. Бұл жерде енді жалпы ұнайды өзіме. Өйткені енді өзімде осы таңдауым ғой. Өзім таңдауым болғаннан кейін бұл салада бұны да көру керек. Жан жақты. Бізде жаңа өздеріңіз сияқты депутаттар қалай жұмыс жасайды екен деген қызықтар болады ғой. Қызығушылықтар болады. Бірақ жаңағы халықтың осындай сайлауда жеңіске жеткеннен кейін, мәслихат депутаты болғаннан кейін, әрине әрі қарай енді жұмысымды көрсету керек. Оның жаңағы әрі қарай өзінде тағы бір қиыншылықтары да бар. Өйткені барлығы бір момент шешіле қоймайды. Оның жаңа шешімдерін табу керек, онымен жаңағы тығыз айналысу керек, көзіңді жеткізу керек. Біз қазір мысалы көбінесе бюджетті қадағалаған жағдайда, мысалы ол қағаз жүзінде осындай керек, осындай бүйту керек, сіздердің қолдауларыңыз керек дегеннен гөрі біз барып көргенді жақсы көреміз. Барып көрген кезде біз сол жердегі мәселені көреміз. Қаншалықты жаңағы ремонтқа бұлар сұрап жатыр, қаншалықты сол ғимараттың жағдайы, қаншалықты сол жердегі қызметкерлердің жағдайы. Содан кейін барып көз алдыңа келгеннен кейін неге сен оған қолдау көрсетпейсің? Әрине, қағаз жүзінде ол жиналыста бәрі былай қарасаң, жарайды, көп сұрап жатыр олар деген сияқты болмау керек. Біз сондықтан арнайы әр мекемеге жаңағы барып, жұмыстарын көріп, қаншалықты қажеттілігін жаңағы біліп, барып қана көзіміз жеткізіп жатамыз. Білім. Екіншіден енді бүгінгі таңда жастарымыз еліміздің ертеңі ғой. Мен енді өзім мәдениет саласында болғандықтан әр ғылым болсын, білім болсын, қай сала болсын, бірінші мәдениет қой. Біз мәдениетін арттыруымыз керек ұлтымыздың. Екіншіден жаңағы білімді болуымыз керек. Ол тек қана депутат емес, ол академик болсын, профессор болады, ол ректор болады, ол әртүрлі енді мамандықтар бар ғой. Сондықтан да бүгінгі таңда ол елімізді болашағы жастар, мен жастарға сенемін деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, шынында да
ертеңгі таңда бүгінгі жастарымыз осы рухани жағынан, бүгінгі өзіміздің ұлттық дәстүрлеріміз болсын, қай жан-жақты болу керек біріншіден. Одан кейін осы қаламыздың мысалы көркеюіне, еліміздің көркеюіне ол атсалысу керек.